Жақсы, қайырлы күн достар. Жалпы енді 8 сабақ бойы 10-шы сабағым қателеспесем келе жатқам. ұбт тест талдап келе жатыр. Және осы жолы бір кішкене мәлімет болсын. ұбт-ға қалай дайындалған дұрыс деген секілді сұраққа жауап беріп көрейік. Әуелі ең дұрыс вариант ол бізде кітап оқулықтармен дайындалу. Мектептен мүмкін шама келгенше 7, 8, 9, 10, 11 сыныптардың 10 сыныпта 10-11 сыныптардың кітаптарын алып солармен дайындалған тиімді. Ал егер де бұған мүмкіншілік болмаса, өздеріңіздің аудандарыңыздағы дүкендерден барынша шын кітаптар сатып алу. Мен өзім жалпы шын кітап не көрсейін. Соңғы баспасы, яғни осы шын кітаппен жұмыс жасап жүрмін. Яғни осы шын кітапта барынша тесттер талдауға, және де сол жерде келетін тақырыптарды кезек-кезегімен өтуге, яғни солай дағдыланып жүрмін да, шын айтқан кезде. Сіздерге де осындай бір ақыл кеңес айтамын. Бірінші білімді игеру керек, білу керек. Одан кейін оны түсіну керек. Екіншіден, үшіншіден оны қолдану керек. Ол не дейді? Оны жалпы Блум таксономиясы дейді. Шынымен де бірінші ұбт-ға тек тестпен дайындалып берген дұрыс емес, бірақ менің өз басым кішкене болсын сұрақтар арқылы бірнеше мәліметтер беріп кетуге тырысып жүрдім да. Бірақ мендегі сұрақты байқайтын болсаңыздар, осы уақытқа дейін 10 шақты сұрақ талдаған болсақ, 10 шақты сұрақтың 10 жерден келіп тұрды, әр жерде бір-бірін талдап жатыр. Жалпы енді сіздерге ең мықты вариант ретінде айтарым, бәлки орталықтарға барасыз, бәлки үйде өзіңіз дайындаларсыз. Бір жүйе болған жақсы. Ал менің жасап жатқан дүнием таза тестке арналған, яғни тестті қалай талдау керек, мүмкіншілік болса осылай ұзағынан отырып талдағаннан көрі, яғни бір 5-10 минут, әрі кетсе 10 минут бір сұрақты жеке ашып түсіндіруге тырысып жатырмын. Жақсы, 8-ші сұраққа тоқталайық. 8-ші сұрақ: Апеннин түбегінде орналасқан елдер, то есть ел. Біріншіден, түбек деген сөзді алдында түбек деген сөзге сәл де болса не анықтама берген болатынмын. Түбек дегеніміз шығанақтың қарама-қарсы деп. Жалпы енді Апеннин түбегін көрсетейін. Міне, мынау бізде Апеннин түбегі. Көріп отқандарыңыздай. Түбек дегеніміз ол жан-жағын су қоршап жатыр. Яғни қарайтын болсаңыздар, міне, батысында, шығысында, оңтүстігінде су қоршап жатыр. Алайда материктің бір бөлігі, әлі де материктің бөлігі. Яғни егер ол толыққанды бөліп кетсе, мына астындағы аралды, яғни толыққанды бөлінген құрлық болса, оны арал деп айтамыз, яғни төрт жағынан да. Ал егер де енді орысша атауы полуостров дейді, жартылай арал деген мағына береді. Ал бізде остров ол толығымен судың жан-жағын бүкіл су шайып жатқан болса, онда ол арал. Ол да материктің бөлігі болады, яғни кезінде материктің бөлігі болып, арада кейін бөлініп кеткен. Ал енді арал мен материктің арасында ағып жатқан суды бізде бұғаз деп айтамыз, бөлушіні. Жалпы түбек дегеніміз осы. Түбек орысша полуостров, қазақша жартылай арал деп те айтуға болады. Неліктен? Себебі оның үш жағын су шайып жатыр, төртінші бөлігі материкте. Ал енді кеттік, сұраққа жауап беріп көрейік. Апеннин түбегі, міне, итальяндық түбек, сонымен қатар, яғни Жерорта теңізінің орталық бөлігінде солтүстік батыстан оңтүстікке қарай 1100 километрге созылып жатқан оңтүстік Еуропада ең ірі түбектердің бірі. Ауданы 149 километр квадрат, ені 130-300 километрді құрайды, яғни батысына шығысына дейін. Орталық Еуропаның Альпі тауы арқылы бөлінеді, яғни міне қарасаңыздар, мынау Альпі тауы, және осы орталық Еуропадан Альпі арқылы бөлініп жатыр. Батысында Тиррен, шығысында Адриат, оңтүстігінде Ион теңіздерімен қоршалған. Міне, мына теңіздер, қараңыздар. Оңтүстігінде Ион теңізі, шығысында міне Адриат теңізі, және батысында Тиррен теңізі. Демек, үш теңізбен шектесіп жатыр. Одан кейін жер бедері таулы, түбектегі таулар Апеннин таулары және италиялық ривер бөледі. Енді Апеннин түбегінің көпшілігі Кайнозой, алдында айттым, алдағы уақытта сұрақтар келіп жатса, бәлки бұған жеке тоқталамыз. Яғни Кайнозой бізде соңғы қатпарлану кезеңі, және де бұл жердегі кен байлықтарға қоңыр көмірдің түрі, яғни бізде бағалы көмір ол қара көмір болса, қоңыр көмір ол бізде қарадан кейінгі орында тұрады. Одан кейін газ, алюминий кентастар өндіріледі. Жалпы енді климаты, Жерорта теңізі климат, алдағы уақытта климатқа да жеке сұрақ келген болса талдаймыз. Және де қыс айларының орташа температурасы 12 градус. Жалпы бұл жерде негізгі аса қатты акцент беретін сөз емес. Бұл жердегі ең ірі
акцент беретсиз iri қалалары Неаполь, Рим, Флоренция, Апеннин түбегінде бізде қандай мемлекеттер орналасқан? Италия, Ватикан, Сан-Марино мемлекеттері. Қарайтын болсаңыздар, Ватикан мен Сан-Марино ол бізде Италияның ішіндегі мемлекет, яғни мемлекет ішіндегі мемлекет. Түсінікті ме? Демек, біздің сұрағымыздың дұрыс жауабы Италия болады екен. Енді бір қызық мәлімет болсын, мына жерде орналасқан қалған 4 мемлекетте түбекте орналасқан мемлекеттер. Испания бізде Пиреней түбегінде. Пиреней түбегінде. Болгария бізде Балқан түбегінде, қателеспесем, Болгария бізде Балқан түбегінде. То есть, Португалияда бізде Пиреней түбегінде. Және Грекияны қарап жүрейік. Бізде Грекия Балқан түбегінде орналасқан мемлекет тоже. Жалпы 8-ші сұраққа қатысты сұрақ талқылану керек дүниелер осы. Демек, біздің Апеннин түбегінде орналасқан ел Италия, егер тағы қасына қосып қоятын болсақ, Ватикан және Сан-Марино. Бұлардың астаналары өздерінің аттарымен аталады. Ватикан астанасы Ватикан, Сан-Марино астанасы Сан-Марино. Италияның астанасы бізде Рим.